тақырыпты шешу сынды іс-әрекеттер іске асырылады. Мысалы, сауыт гүл түрінде бейнеленеді. Құс немесе қоңыздың қанаты өсімдік немесе геометриялық өрнектермен әшекейленген болуы мүмкін. Сәндік мүсіндеу құралдарымен жұмыс жасауға үйретуде кейбір әшекейлерді түтік, шаршы, үшбұрыш және тағы басқа сияқты арнайы таңбалар түрінде қондыруға болады. Мұндай таңбалар ретінде түрлі пішіндегі қалпағы бар шеге, бұрандаларды қолдануға болады. Мүсінді өрнектеу жұмысы барысында балалардың қолдарында саусақтарының бұлшық еттері дамиды. Саусақтың ұшымен жұмыс істеуге үйретеді. Оларды пішіндерді айрықша иілгіш және сезімтал етеді. Мүсіндеу тәсілдерінің бірі құрылымдық. Пішін конструктор бөлшектерінен жасалғандай жеке бөлімнен мүсінделеді. Сондықтан да ол конструкторлық деп аталады. Алдымен түрлі бөлшектен тұратын бейне ойластырылады. Содан соң оны жапсыруға болады. Балалар көлемі бойынша түрлі заттарды, пирамидаларды, мұнараларды, аққаланы және тағы басқа да ұқсас пішіндерді біріктіре алады. Балалар белгілі бір бейнені ойластырады. Бұдан кейін ол қажетті түс пен өлшемдегі ермек сазды алып, онымен жұмыс жасайды. Кесек ермек сазды ойлаған пішіннің формасына салуға тырысады. Бала сипат ерекшеліктерін беруге тырысады. Ұзын мойын, қармаушын, айдарын, құлағын және тағы басқа да пішін үлгісін жасауға дағдыланады. Мысалы, етектің көмегімен қауырсынды, түкті, қабығын үзік сызықпен кесуге, өрнек жасауға, табан, қанат үшін түлік жасауға, пішін бетінің суретін салуға, тұрмыстық заттарға ұқсас заттарды, яғни дөңгелектер, дақтар, тағы басқа таңба жасауға бейімделеді. Еңбек гигиенасын құралдарымен жұмыс істеуде және қауіпсіздік техникасын сақтауда мүсіндеудің бейнелеу және техникалық құралдарын меңгеру балалар үшін қиындық тудырады. Бұл педагогтың мүсіндеуге материалдар іріктеуде, үйретудің мазмұны мен тәсілдерін таңдауда ерекше жауапкершілікпен қарауды талап етеді. Әдетте мүсіндеу үшін сазбалшық пен ермек саз қолданылады. Сазбалшық түстермен жұмыс істеуге арналған бейтарап және ыңғайлы айрықша құнды материал. Ол жасыл және көгілдір реңкі бар жер сияқты қоңыр, ақ, сұр түсті болуы мүмкін. Арнайы дайындалған түрлі түсті керамикалық сазбалшықты қолдануға болады. Сазбалшықпен жұмыс істеуде үнемі жарамды болу үшін оны сулы шүберектің астында салқын, дымқыл жерде ұстаған жөн. Ермексаз жұмыс алдында арнайы дайындықты қажет ететін созылмалы материал. Ол бір түсті және түрлі түсті болуы мүмкін. Алғашқысы пішіннің тұтастығы мен заттың құрылысын жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Түс жұмысқа алуан түрлі сипат береді. Мәнерліктің қосымша құралы болып табылады. Мүсіндеудің қосымша материалдарына тірек жатады. Балаларды мүсіндеуге үйрету үшін тірек ретінде түрлі ұзындық пен жуағындықта қарапайым таяқшаларды қолдануға болады. Тіректің көмегімен пішіндер айрықша тұрақты және ширақ болады. Мүсіндеу барысында стекті де қолдана білу керек. Олар өздері жасап алған ағаштан және металдан жасалған болуы мүмкін. Қолмен жасау қиын болған жағдайда бөлшектерді жөндеу үшін де стек қолдануға болады. Оның көмегімен пішіннен артық саз балшықты алып тастап кесік жасайды. Балаларды мүсіндеуге ойдағыдай үйрету үшін үстелге орналастырылған шағын тақтайшалар да қажет. Үшкір құралдар, сазбақшылықтар, ермек саздарды әрқайсысын өз орнына қойып, тәртіптеп, сүлгілерді қолдану туралы да үнемі ескеріп отырған жөн. Келесі кезекте біз жапсыру сабағының мазмұнына тоқталамыз. Жапсыру сабағы бұл заттық жапсыру, сәндік жапсыру және сюжеттік жапсыру болып топтастырылады. Жапсыру сабағы мектеп алды даярлық сыныптарында баланың қабілетін дамытудың ең тиімді тәсілдерінің бірі болып табылады. Өнердегі жапсыру суретті немесе өрнекті қағазға, матаға желімдеу немесе тігу арқылы орындалатын көркем шығарма болып саналады. Сурет немесе өрнектің өзі әртүрлі материалдан жасалуы мүмкін. Мұндай материал ретінде қағаз, мата, таяқша, әртүрлі дақылдар, ағаштың кепкен жапырақтары, ермексаз,
жармалар, қамыр және тағы басқалар таңдап алуға болады. Жапсыру сабақтарында 6-7 жастағы балалар жеке қызығушылықтарын ғана емес, сондай-ақ өз құрдастарының қызығушылықтарын негізге ала отырып, бірлесіп жұмыс істеу білігіне тәрбиеленеді. Бұл баланың өзіне және басқаға талап қою сияқты тапсырылған жұмысқа жауапкершілікпен қарауды, саналылық ұстанымын, тәртіпті, өзара көмек көрсету мен қолдауды болжайды. Мектепалды даярлық балалары дербестігі мен бастамашылдығын көрсету, бірлескен күш салуға үйреткен жөн. Жапсырудың жеке және ұзындық формасы әртүрлі мазмұнда болуы мүмкін. Осыған байланысты сабақтарды да түрліше топтарға бөліп жинақтай аламыз. Заттық жапсыру бұл мектепалды даярлық сыныптарында жапсыру барысында балалар негізгі қию түрлерін меңгереді. Балалар қағазды көзбен өлшеп, бүктелген сызығы бойынша сызып, сол сызықтың жиегіменен тегіс етіп қияды. Яғни шаршы, тікбұрыш немесе үшбұрыштың бұрыштарын жұмырлай отырып, немесе қағазды бірнеше рет бүктей отырып, дөңбейлік пішін етіп шығарады. Қиюдың тәсілі меңгеру шамамен балалар әртүрлі пішіні, құрылымы және бояуының үйлесімділігі мен көлемдік байланысымен ерекшеленетін заттарды бейнелей алады. Сюжеттік жапсыру бұл мазмұнды жапсыру тақырыпқа немесе мазмұнға сәйкес түрлі заттарды өзара әрекеттестіре қию және желімдеу бірлігінің болуын қарастырады. Жапсыру тақырыбын таңдау барысында балалардың түсініктерінің қорын, олардың бейнелеу және техникалық сәйкестігін, сондай-ақ қоғамдық өмір оқиғасын, табиғат және заттық қару, жыл мезгілдерінің құбылысын және тағы басқаларды ескеру керек. Мазмұнды жапсыру барысында балалар мазмұнын және жасайтын композиция бөлшектерін ойлап табуға, сондай-ақ оларды негізінде ретімен желімдеуді үйренеді. Сәндік жапсыру балалардың түрісті ашықтығын салыстыруды қолдана отырып, ырғақ, симметрия заңдылығы бойынша түрлі элементтерді безендіруде, мәселен геометриялық, өсімдіктер пішіні, құстардың, жануарлардың, адамдарының пішіндерінің жиынтығын қию және біріктіру білігін меңгереді. Бұл сабақтарда балалар стильге салуға, шынайы заттарды сәнді жасауға, олардың құрылысын жинақтауға, үлгілерді жаңа қасиеттермен бөлісуге үйренеді. Еңбек гигиенасын құралдармен жұмыс істеуде қауіпсіздік техникасын сақтауда, қайшымен жұмыс істеу әдістерін, сондай-ақ материалдармен, құралдармен жұмыс істеу әдістерін, оларды дұрыс сақтау, техникалық қауіпсіздік ережелері меңгеруді қарастырамыз. Таным білім беру саласының келесі бір бөлімі бұл музыка сабағының мазмұны. Сабақ бірнеше бөлімдерден тұрады. Соның бірінші бөлімі музыкалық сауаттылық деп аталады. Мұнда музыкалық мәнерлік құралдары, сондай-ақ музыка жанрлары, музыка формасы жайында білім игеріледі. 6-7 жастағы балаларда музыкалық сауаттылыққа деген қызығушылық пайда болады. Әнді, биді мәнерлеп орындауға ерекше талпынады, шығармашылық танытады. Естігендері туралы өздерінің пікірлерін айту ниеттерін білдіреді. Балалар өздерінің қызығушылықтарын сол дәлелдеп, суырып салма өлеңге де, шығармапаздыққа да қатты қызығушылық байқатады. Музыкалық өнерге тірек арқылы балалардың жеке басын қалыптастыру музыкалық тәрбиелеудің негізі болып табылады. Музыкалық сауаттылықта музыкалық мәнерлік құралдары, яғни әуен, қалып, ырғақ, қарқын, тембр, динамика, регистр мәселелері қамтылады. Балалар музыканы қабылдай отырып, ең алдымен оның жалпы сипатын сезінеді, оның көңіл күйін аңғарады. 6-7 жастағы балалар үнемі жаттығу барысында пайда болатын, әуенді естуін дамытатын, қозғалысты, жоғары төмен әуенді анықтайды. Түрлі жоғарылықта дыбысты, ұзақтылықты салыстырып, ән салатын, аралық, ыңылдап ән айтатын, бастапқы кейбір дыбысты, жоғары және ырғақты түсініктермен танысады. Музыка жанрларында 6-7 жастағы балалар адамға музыка керек екендігін біледі. Музыкамен ән айтып би билеуге, мұңаюға, көңіл көтеруге, демалуға, мерекелерді атап өтуге болатынын біледі. Олар осылай өзінің музыкаға деген қатынасын байқатады.
Балалар көбінесе көңілді, қимылды музыкаға көңіл бөледі. Музыканы композиторлар жазатынын кейбір музыкалық аспаптарды, негізінен пианино, домбыра, қобыз, барабан және басқа да құралдарды таниды. Бұл жаста олар музыканы бір мезгілде бірнеше аспаппен орындауға болатындығында түсінеді. Музыкалық жанрларды, яғни күй, ән, би, марштарды ажырата алады. Балеттің не екенін түсінеді, алайда оларға опера мен хор музыкасын қабылдау қиынға соғады. Музыка формасын игеруде балалар белсенді қабылдау мен оның әртүрлі ерекшеліктерін мұқият тыңдауды дамытуға арналған жұмыстың бірі болып саналады. Бұл балалардың өздері орындайтын әндермен салыстырғанда күрделі музыкамен таныстыруға мүмкіндік береді. Музыканы жақсы көруге үйрету үшін балаларды әртүрлі дәуірдегі және стильдегі музыкалық шығарманы қабылдау тәжірибесін игертуге көңіл бөлеміз. Дауыс ырғағына әдеттеніп, музыкалық шығарманың көңіл күйін сезінуге, балаларда музыканы белсенді тыңдауға бағытталады. Балаларға арналған музыка аспаптарында ән салу және ойнау деп аталатын екінші бөлім ән салудан және аспаптарда ойнаудан тұрады. Ән салу, ән айтуға үйрету барысында әрбір сабақта жаңа қосымша тапсырмалар беріледі. Күрделі әуенді ән айту, жеке фразаларды орындау, ырғақты сақтай отырып мәтінді сыбырмен анық айту, сүйемелдеусіз ән айту әрекеттерін игереді. Сонымен қатар ән айту дағдысы мен ән айту мақсатына көңіл бөлу керек. Дене тұрғын, басын, иығын, қолын және аяғын дұрыс қою, орындыққа тізелері бүгілген, түзу орналасқан, табандары еденге толық тиіп тұрған күйінде жайғасуы тиіс. Олар орындықтың жартысына отырады, арқасын тік ұстайды, ал қолдары тізеде болады. Басын не жоғары көтермей, не төмен түсірмей түзу ұстайды. Тік тұрып ән айтқан кезде дене тұрқымен мойны түзу, аяғының арасы шамалы алшақ, қолдары дене бойыменен тұрады. Аспаптарда орындауда музыка сабағында балаларға арналған музыкалық аспаптарды ойнауға үйретеді. Мұнда дабыл, сылдырмақ, үшбұрыш, электронды ұрмалы музыкалық аспаптар, қазақ ұлттық аспаптары, соның ішінде тұяқ, асатаяқ, домбыра, қобыз, сазсырнай, дауылпаз сынды аспаптармен ойнауға мүмкіндік жасайды. Ересектердің орындауында музыкалық көріністі тыңдау, аспаптардың жоғары тіркелімді, дыбысталу қарқынын ажырата білігін жетілдіреміз. Ұрмалы аспаптарда жеке және топпен әннің бастама ырғағын орындауға үйретеді. Халық және классикалық музыканың ең үздік бейнесі ретінде эмоцияны дамыту, талғаммен қызығушылығын, қиялын қалыптастыру, эстетикалық эмоция сөздігіне ерекше көңіл бөлу, бала музыкасы шығармасының сипатын нақты сөз таңдауға үйренеді. Естілді қабылдау, белсендіру мақсатында фортепианомен, оркестрмен, камералы оркестрмен түрлі орындау арқылы музыкалық шығарманы тыңдату қажет. Музыкалық шығармашылық деп аталатын үшінші бөлімде музыкалық ырғақты қозғалыстар және музыкалық суырып салу әрекеттері іске асырылады. Музыкалық ырғақты қозғалыстар өзінің кең мағынасында түсіндіріледі. Мұнда музыкалық бейне, яғни негізгі ой, сезім, музыкалық безендірілген шағын құрылым, шығарманың құрылымы, қарқын, динамикалық, регистрлік, метр ырғақты қатынасты ауыстыру мен дамыту жалғасады. Ырғақты жүріспен, қимыл сипатындағы музыкаға жеңіл, ырғақты жүгіріспен марштың сипатын беру, музыкаға сәйкестендіріп жартылай отыруды ырғақпен анық орындау, би қимылын меңгеру, жыбырлаған қадам, қазақ би қимылдарының элементтерін орындау білігіне үйретеміз. Жеңіл және ырғақты жүгіру, музыка сипатына қимыл беру, тізені жоғары көтеріп жүгіруді орындау сынды бірнеше ойын би әрекеттері орындалады. Музыкалық суырып салуда балаларды ырғаққа сай мәнерлі қимылдар